Қатардан шыққан қуаттың орнын толтыру және кен базасын дамыту мақсатында Қазақмыс, Ақтоғай мен Бозшакөл сияқты аса ірі жобалармен қоса соңғы жылдары бірнеше шағын және орта деңгейлі жобаларды дамытуда. Қазіргі уақытта аталған санатқа 28 жоба кіреді. Оның 12-сі жұмыс істеп тұрған өндірісті қолдауға, ал 16-сы өндірісті кеңейтуге бағытталған. Шағын және орта деңгейлі жобаларға тоқталсақ, олардың барлығы қызмет көрсетіп тұрған өндірістік қуаттарды қолдау үшін іске асырылады. Орта деңгейлі жобалар 2017-2019 жылдары іске қосылады. Осы жылдары компаниямыздың шикізат базасы азая бастайды. Ал аталған нысандарды уақытында іске қосу өндірістік қуаттарымызды бүгінгі деңгейде, яғни 295-300 мың катодты мыс деңгейінде сақтап қалуға мүмкіндік береді. Сонымен дамудың шағын және орта жобаларымен қоса, ірі жобалардың көмегімен 2016-2018 жылдары катодты мыс өндіру көлемін 550-600 мың тоннаға дейін жеткіземіз. Осылайша әлемдегі өзге тау-кен өндіру компаниялары өз жобаларын қалай іске асыратынына қарай, біз әлемдік нарықтағы 6-шы немесе 7-ші орнымызды сақтап қаламыз. Ағымдағы жылы шағын және орта деңгейлі жобалар бойынша кең ауқымды жұмыстар атқару қажет. Мысалы, Қоңырат кеніші инфрақұрылымының нысандарын салу мен қайта құрылымдау жұмыстарын аяқтау жоспарланған. Николаев кен байыту фабрикасын қайта құрылымдау мен Балқаш кен байыту фабрикасын қайта жарақтау аяқталады. Солтүстік Нұрқазған кен орнындағы тотыққан кенді өңдеу зауытын іске қосу көзделген. Компанияның стратегиялық нысандарын іске қосу бағытындағы жұмыстар биылда жалғасын табады. Олардың арасында жылдық жоспарлық қуаты 4,5 миллион тонна кенді құрайтын және 2018 жылы іске қосылатын Жомарт кенішінің екінші кезегі бар. Сондай-ақ 2019 жылы іске қосылатын бастапқы кезеңде жылына 8 миллион тонна кен беретін оңтүстік шығыс Нұрқазған кенішін атап өтуге болады. 2013 жылы Анисим бұлағы кенішінде гидрогеологиялық және геотехникалық барлау жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Биыл қазір жұмыс істеп тұрған Нұрқазған жерасты кенішіндегі нысандардың құрылысын бастау жоспарланып отыр. 2013 жылы Балқаш өңірінде су ресурстарын қорғау мен тиімді пайдалану бағдарламасы бойынша жұмыстарда жалғасын табады. Дамудың басқа жобалары бойынша жұмыстар жеке жоспарларға сәйкес жүргізіледі. Аталған жобаларды іске асыру арқылы топ халықаралық стандарттарға техникалық көрсеткіштері бойынша және еңбекті қорғау мен экологиялық қауіпсіздік талаптарына сай келетін заманауи өндіріс құрады. Компанияның кен қазу базасын дамыту, қосымша жұмыс орындарын ашуға және компанияның еңбек ресурстарын тиімді басқаруға мүмкіндік береді.